Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте керемет болып шығатын фунчоза салатын жасайтын боламыз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға ұзынша етіп туралған етімізді әбден қызартып қуырамыз. Етіміз жұмсақ әрі дәмді болып шығу үшін мен 3 ас қасық соевый соус қосамын. Содан кейін пиязымызды саламыз және пияз сары түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін чесногымызды салып жақсылап қуырамыз. Әртүрлі дәм беретін приправалар себеміз. Содан кейін ұзынша етіп туралған болгар бұршын қосып, су құйып, ет піскенше бұқтыратын боламыз. Содан кейін қиярды ұзынша етіп турап аламыз және дәл солай қызанақты да ұзынша етіп турап, бөлек ыдысқа салып дайындап қоямыз. Ал сәбіз бен редьканы осылай теркадан өткізіп, оны да бөлек бір ыдысқа дайындап аламыз. Крахмалымыздың үстіне ыстық қайнаған су құйып 10 минуттай пісіріп аламыз және жаңағы дайын болған етімізді үстіне саламыз және көкөністерімізді үстіне салып жақсылап араластырамыз. 1 сағатқа дәмі кіру үшін қойып қоямыз және содан кейін дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте керемет дәмді болады. Жасап көріңіз, ас болсын.